Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін кешке видео, бір-екі күн ютубқа да, тиктокқа да видео салмай кеттік. Оның да өзінің себептері бар. Қол тимей жатыр, басқа да шаруаларымыз бар деген сияқты ғой. Сонымен жүріп қалдық. Бүгін сол сіздерге кешке видеоны түсіріп жатырмын. Үйректіру суды жақсы көретін, бәрі болсын шығар. Ішуге алып келген сулар ғой аналарға. Так, көп енді менде былай ғой, астары қазір шылқып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Өйткені менде индоутка, тауық, үйрек барлығы бірге жүр. Сол себепті астарын мен постоянно құрғатып ұстағанды жақсы көремін негізінде. Енді қазір тауықтар қаралмай қалды. Енді қазір менде қораның іші дейтін күй жоқ болып жатыр. Опилканың өзі ауыстыратын уақыты келген екен. Менде анандай қағазым жазып қоямын, опилка осындай уақытта ауысты, осындай уақытта ауыстырамын деп. Сол енді бір-екі күндікте бір ыңғайын шығарып опилканы ауыстырып керек болып тұр. Алла қосса. Біз кеше бір бауырым жазып кеткен екен, туатын үйшіктерін көрсетші. Бүгін сол жұмыртқа туатын ұяларын көрсетейін деп жатырмын. Так, мына қораның іші осы. Қызыл лампа қостым. Қайта-қайта жандырып жіберіп тұр, білмеймін. Тауықтар жоғарға секіріп мінген сайын ба, или шұқи ма, ананы, короче, қызыл лампа жанып кетіп тұр. Осының қораның ішінде, осы қораның ішінде 30 бас тауық тұрады ғой. Уже астарын көрдіңіздер ме? Шылқып бастады уже. Шылқып жатыр астары. Енді астындағы опилктерін бәрін шығарып, астарына, жаңадан опилка төсейтін боламыз қайтадан. Так, ұялар мынау, бұрынғы ұямыз, мынау тауықтардан қалып жатқан бірімді. Так, төрт ұясы бар, мынандай. 4 ұя бар. Өздері қайсысына тоғысы келеді, соған туады. Либо мынаяқта да бар, міне 4 ұя. Осындай 4 ұя бар. Көбіне тауықтар ішіне туады, ең астына туады. Басқаларының тумайды. Именно осыған туады тауықтар. Осындай жағдай бізде қазір. Осы міне алдында алып батқан қорада қазір керем емес, өзіңіз білесіздер. Қора тауықтың жағдайларын бұрынғыдай жасап жатқан жоқпыз. Биыл енді осы қыс аман есен шықсақ, келесі жылы алла берекесін берсе, үлкен қылып кәдімгідей тауықтарға бөлек туатын тауықтар ұстаймыз ғой. Тауықтарға бөлек, породистый тауыққа бөлек, сосын индоуткаға бөлек, үйрекке бөлек саламыз қораны, сосын қаздарға бөлек қора саламыз. 5-6 клетка жасаймыз ғой. Әр порода әр түрлі жерде, әр құс әр неде тұратында, клеткеде тұратында жасаймыз. Алла қосса, әзірге енді осы қораның ішіне бір енді қалғаны 2 ай жарымдық қыс қалды ғой. Соған шыдап шықса, осылардың барлығы бұйыртса, содан ары қаратай тағы да көре жатармыз. Енді көбі сұрайды, қазды неге алмадың деп. Қазір мен қазды алатын болсам, мұнаң іші дейтін өше бардак болып кететін сияқты болып тұр. Бәрі бір-біріміз шағылысып, тағы неше түрлі құстар шығып кететін сияқты болып тұр. Индоуткамен қаз шағылысса, үйрекпен қазбен индоутка, солай бүйтіп шағылысып кетсе, не то породалар шығып кететін сияқты болып тұр, инвалид бірдемелер. Сол себепті әрнені араластырмай, енді көктен басталған кезде ұстаймыз ба деген ой бар енді барлығын. Әзірге енді осы құстармен шығатын боламыз. Алла берекесін берсе, главный денсаулық болсын, қалғандарын бәрін көреміз.